Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін осыны бір жасағаннан шығатын, керемет болып шығатын котлеттің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең саламыз. Енді фаршымызды барлығын жақсылап мұжғылап араластырып шығамыз, кейін ұрғылап шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей біздің фаршымыз араласып болғаннан кейін дәл осылай қолмен алып сол ыдысқа қайта ұрғылайтын боламыз. 3-4 мәрте қайталап, қайта ұрыңыздар. Сол кезде біздің котлетіміз майға қуырған сәтте ажырап кетпейді. Ал енді біздің котлетіміздің формасын жасаймыз. Алақанымызға ұрғылап, дәл осылай формасын жасап, кейін панировочный сухарикке алматып аламыз. Болмаса мен секілді себелеп жасасаңыздар болады. Мендегі котлеттерімнің барлығын граммдарын бәрін бірдей қылып жасадым. Дәл осылай жасасаңыздар, сіздің котлеттеріңіздің салмағы да, түрлері де барлығы бірдей болып шығады. Котлеттеріміздің барлығын тақтаға орналастырып, тоңазытқышқа 2-3 сағаттай қатырып аламыз. Кейін пакетке немесе контейнерге салып, 2-3 айдай сақтауға болады. Келесі бізде картопымызды суға салып, толыққанды піскенше қайнатып аламыз. Және подливымызға пияз, сәбіз, сұйық май салып, тұз қосып жақсылап қуырып аламыз. Ал енді сұйық майымызды құйып, котлетімізді қуырып аламыз. Қызып тұрған табамызға майымызды көп құймаймыз. Орта отқа қойып, 10-15 минутта 2 бетін қуырып аламыз. Котлетіміз ажырап кетпейді. Құрамында ешқандай жұмыртқа, ешқандай нан жоқ, бірақ сонда да біздің котлетіміз өз формасын жақсы ұстайды. Қаласаңыз қақпағын жауып, бұқтырып пісірсеңіз болады. Өз қалауыңыз бойынша пісірсеңіз болады. Духовкаға, болмаса мантоваркаға пісірсеңіз болады. Пісіру барысы өзіңізге қалай ұнайды, дәл солай жасасаңыз болады. Қуырып дайын болдым. Осы сәтте де толыққанды пісіп тұр, бірақ мен сәл жұмсақ болған қалап пешімізге 5 минуттай салып аламыз. Қызып тұрған пешке және кішкене су құйсаңыздар, біздің котлеттеріміз өте жұмсақ болады. Қаласаңыз кішкентай сәбиге де беретіндей жұмсақ болады. Ал енді картопты езіп шығайық. Кішкене суын төгіп тастаймыз, кейін тұз, бұрыш қосып жақсылап езіп шығамыз. Қалауыңызша сүт, майонез, болмаса басқаша тұздықтар қоссаңыздар болады. Мен дәл осылай қарапайым түрде жасаймын.
Міне біздің котлетіміз бен пюреміз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Және менен басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әлі қызықты видеолармен бөлісемін.